Сіз ұлан байтақ елдің құрылымы туралы ойланып көрдіңіз бе? Ол жерде тәртіпті кім орнатады? Заңдарды кімдер шығарып, оның орындалуын кім қадағалайды? Неге бір жерде король, бір жерде президент? Не үшін сайлау өткізеді? Елдегі жалпы тәртіп нақты айтқанда кім оны басқарады? Басқарушы билікке қалай келеді? Кім және кімге бағынады? Осының бәрі саяси режим деп аталады. Оның негізгі үш түрі бар. Тоталитарлық, адамдар тобы басқарғанда, мысалы саяси партия. Авторитарлық режим, билік бір адамның қолында болғанда, корольге немесе әскери басшыға. Және демократиялық режим, ол жөнінде толығырақ. Демократия грек тілінен аударғанда халықтық билік дегенді білдіреді. Мұнда билік халықтың қолында болатын саяси режим, кез келген азамат қала, облыс басы, депутат, тіпті президент те бола алады. Әлемдегі бірінші демократия 2,5 мың жыл бұрын ежелгі Грекияда болды. Афинада эклесия болды. Өзге жерліктер мен құлдардан басқа ересек ер адамдардың бәрі құрамына енген билік органы. Олар барлық мәселелер мен заңдарды бірлесе талқылады. Жиналысты 1,5 аптада бір рет өткізіп отырды. Арасында олардың міндеттерін 500-ліктер кеңесі атқарды. Оған халық өкілдері де кірді. Тәртіп бұзушыларды сотқа берді. Көне Афинада ол Гелиея деп аталды. Демократияның ерекшелігі билік түрлеріне немесе тармақтарына бөлу. Республикамыздың үлгісінде қарастырайық. Заңнамалық билікті парламент жүзеге асырады. Қазақстанда ол сенаттан және мәжілістен тұрады. Сенатқа республикалық дәрежедегі қалалардан және астанадан, барлық облыстардан депутаттар кіреді. Тағы 15 депутатты президент тағайындайды. Мұнда сенатта қоғамның ұлттық мәдени және басқа да мүдделерін қамтамасыз ету ескеріліп отыр. Сенаттың айрықша міндетіне мыналар жатады. Республика президентінің ұсынысы бойынша жоғарғы соттың төрағасын және республика жоғарғы сотының судьяларын сайлайды және қызметтерінен босатады. Олардың анттарын қабылдайды. Республика президенті сайлаған ұлттық банктың төрағасына, бас прокурорға, республика ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасына және ел үшін маңызы бар құзырлықтарға конституцияға сәйкес келісім беру. Парламент сонымен қатар төменгі палата, мәжілістен тұрады. Онда 107 депутат бар. Олардың 98-ін халық сайлайды. 9 депутатты Қазақстан халықтарының ассамблеясы ұсынады. Олар елімізде барлық ұлттардың құқықтары сақталуын қадағалайды. Мәжіліс заңдардың басым бөлігін қабылдайды. Оларды барлық депутаттар талқылайды. Сосын дауыс береді. Егер жақтаушылар басым болса, заң бекітіледі де сенатқа және президентке қол қоюға жіберіледі. Мәжіліс президент сайлау күнін конституцияға сәйкес белгілейді. Биліктің екінші тармағы атқарушы. Қазақстанда басқа республикаларда тәрізді, ол үкімет. Қазақстанда ол министрліктерден тұрады. Ішкі істер министрлігі ол полиция. Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі емханалар мен ауруханаларға жауап береді. Білім және ғылым министрлігі балабақшаларға, мектептерге, университеттерге жауап береді. Мәдениет және спорт министрлігінің құзырында театрлар, мұражайлар, стадиондар және онда өтетін іс-шаралар. Ауыл шаруашылығы министрлігі астықты қалай өсіруді және сақтауды біледі. Ұлттық экономика министрлігі барлық зауыттар мен фабрикаларға басшылық жасайды. Инвестициялар және даму министрлігі бұл ғарыш саласы, көлік жүйесі, сол сияқты жаңа технологияларды енгізу мен байланыстылардың барлығы. Қаржы министрлігі бюджеттегі қаржыны жұмсау көздерін белгілейді. Энергетика министрлігі отындық қазбалар өндіруге, көмірді, мұнайды және барлық электр станцияларының жұмысына бақылау жасайды. Әділет министрлігі ол барлық нотариустар, адвокаттар, тіпті ахаждар. Сыртқы істер министрлігі еліміздің мүдделерін дүние жүзіне танытады. Ол өзге елдерде жүрген біздің елшілеріміз. Қорғаныс министрлігі ол армия. Үкімет басында премьер-министр тұр. Оның орынбасарлары вице-премьерлер. Олардың әрқайсысының міндеттері бар. Атқарушы биліктің міндеті заңдардың сақталуын қадағалау, мекемелердің жұмыстарын қамтамасыз ету. Үйлерде су, жылу, жарық болу үшін көшелер тазаланып, подъездер жөнделіп, ауруханалар, мектептер, мұражайлар мен театрлар жұмыс істеу үшін қолдан келгеннің бәрін жасау. Қысқасы, біздің күнделікті өміріміз әдетке әрі жайлы болуы керек. Демократиялық жүйедегі биліктің келесі тармағы ол соттық. Бұл Қазақстанның барлық соттары және олардың ең негізгісі жоғарғы сот.
әр елдің негізгі заңы конституциясы бар. Конституцияға сәйкес Қазақстан Республикасы президенттік басқару тұрпатындағы демократиялық унитарлы мемлекет болып табылады. Қазақстан Республикасының президенті мемлекет басы, мемлекеттің сыртқы және ішкі саясатындағы басты бағыттарын айқындайтын және Қазақстанды ел ішінде және халықаралық қатынастарда көрсететін оның ең жоғарғы лауазымды тұлғасы болып табылады. Республика президенті халық пен мемлекеттік биліктің, конституцияның, адам және азаматтық құқықтар мен еркіндік мызғымастығының символы және кепілі. Конституцияның негізінде президент барлық мемлекеттік билік тармақтарының өзара келісіммен жұмыс істеуін және билік органдарының халық алдындағы жауапкершілігін қамтамасыз етеді.